Қайырлы күн достар, біз бүгін Pinduoduo сайтынан заказ берген товарымыздың трек-кодын алып үйренетін боламыз. Pinduoduo сайтын ашасыздар. Жалпы трек-код не үшін қажет? Ол жаңағы заказ бергеннен кейін товарыңыздың қайда келгенін көріп отыру үшін қажет. Міне Pinduoduo сайтын ашасыздар, өзіңіздің жеке кабинетіңізге барасыз. Тағы бір маңызды нәрсе, товардың сізге келу күнін товарыңыз Қытай складына түскен кезден бастап санайсыздар. Қазір көп видео шығып жатады ғой, товарым 5 күнде келді, 7 күнде, 12 күнде келді. Оның бәрін сіз товарыңыз Қытай складына келген күннен бастап санайсыз. Енді трек-кодқа келетін болсақ, жеке міне кабинетке келесіздер. Міне осындай сізде иконкалар шығады иероглифтермен. Міне мынау грузовик батырмасын басамыз. Мен өзім примерінде көрсетемін, былай басып келе берейін. Но менде бірінші жаңа постпен берілген заказ, оны жаңа пост туралы видеода көрсетуге екінші часть болады ол видеода міндетті түрде. Енді міне мынау мысалы карго арқылы берілген заказ. Осы заказды басасыздар үстінен. Байқағаныңыздай міне ең бірінші иероглиф жаңа грузовиктің иконкасымен, ол бізде Қытай ішіндегі доставка. Қытай ішіндегі доставка, соны білдіреді. Басасыздар. Түсіндім қалмай. Міне мынау карта. Бұл карта арқылы не көруге болады? Сіздің товарыңыздың Қытай ішіндегі доставкасын көруге болады. Яғни жаңағы складтан біздің карго адресіне дейін әкелген уақыты. Енді трек-код, міне мынау көріп тұрғандарыңыздай, мына сан. Қолмен 7 деп тұрып санды жазып алсаңыз болады, немесе мына жанындағы міне иероглиф, ол копировать ету дегенді білдіреді. Басасыз. Трек-кодыңыз копировать етілді. Енді бұл трек-код не үшін қажет? Қандай пайдасы бар? Мысалы, Pinduoduoдан шығып кетеміз. Былай кіресіздер, өздеріңіздің заказ беріп жүрген каргоңыздың сайт астляшкасына барасыз. Мысалы, мен бұл товарды AG001 каргосы арқылы заказ бердім. Мұнда плюсикті басамын. Мұнда жаңағы трек-кодыңызды жазып аламын. Мұнда шатасып қалмас үшін описанияға кез келген нәрсе жасаңызға болады. Яғни заказыңыздың атауын добавить басасыз. Негізі сіз бұны заказ бергеннен соң трек-код, яғни жаңағы Қытай сатушысы товарыңызды доставкаға салған кезде жасауыңыз қажет. Сол кезде трек-код шығады. Міне мына бірінші тұрған мен трек-кодты қашан жазғаным? 20 күні. Ал бұл товар менде складқа 15 күні жетіп қойған. Бұл товар Алматы қаласына келген кезде мына значок жанады. Менің қалама келген кезде, яғни мен Өскеменден заказ беремін, Өскеменге келген кезде мына значок жанады. Ал мен товарды алған кезде товар принят деп басатын болам. Енді тағы екінші товар. Бұл мысалы бізде міне детский посуда туралы. Басасыз товар. Ең бірінші иконка ол. Грузовик иконкасы басасыз. Міне көріп тұрғаныңыздай товар жетіп қойған. Мынау складтан шығып, біздің карго адресімізге жетті. Міне көріп тұрғаныңыздай мынау трек-код. Қасында копировать дегенді басып аламыз. Шығасыз. Жаңағы карго адресіңізге барасыз, плюсті басасыз. Мұны вставить етеміз, үшін жазасыз. Содан добавить дегенді басамыз. Көріп тұрғаныңыздай, міне бұл мен қазір бүгін 20-сына салсам, бұл товар менде 13-не каргоға жетіп қойған. Енді келесі. Міне менде мына товарды көрсетейін. Бұл же отзыв жаз деп тұр. Бұл товардың жаңағы складқа кеп қойғанда өте көп уақыт болды. Байқасаңыздар, міне отзыв батырмасында тұр. Міне басасыз. Міне осы товарды басамын. Көріп тұрғаныңыздай. Иконканы басасыз. Міне товар жетіп қойған. Міне мұны 46 деген нен басталатын бұл трек-код. Осына копировать етеміз. Басасыз. Плюс батырмасын басамын. Мұнда вставить етемін. Түсін жазасыз. Игрушка мысалы. И добавить етесіз. Міне сіздерге бір пример. Бұл товар қалып өзіміздің заказ берген қаламызға келеді.
мен 20-сына енгіздім, ал бұл товар менде Қытай складына 18-ге жетіп қойған, Өскемен қаласына 16-сына келіп қойды. Мен бұл товарды алып кеткен кезде принять товар деп басатын боламыз. Енді сізде заказ берген товарыңыз мына иконкаларда мүлдем өшіп кетті делік. Сіз заказ беріп қойдыңыз, оның трек кодын алуды ұмытып кеттіңіз. Ол товар Қытай складына жетті, Қытай складынан сіздің өзіңіздің қалаңызға жетті, ал соны байқамай қалдыңыз, трек код алмадыңыз, сондай жағдайда трек кодты қайдан іздеуге болады? Аста байқасаңыздар, мессенджер кнопкасы бар. Осы мессенджер кнопкасын ашасыз. Міне мынау грузовикті басасыздар. Әр товарыңыз сізде шыққан сайын белгілі бір пунктқа жеткен кезде осылай сізге мессенджерде келіп тұратын болады. Мысалы, мына губканы мен былай алып басамын. Міне дәл жаңағыдай трек код астында шығып тұрады. Осыны ала берсеңіз болады. Bir ғана ол емес, тіптен ойыншықты бассаңыз, міне осылай шығады. Мына бірінші басқан иконканы басамыз, міне трек код шығып тұр. Трек кодты қайдан алуға болады? Трек код не екенін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Қалай, егер каргоңыздың сайт отслежкасы болса, қалай енгізуге болатынын айтып өттім. Енді сайт отслежкасы жоқ карголар бар. Сондай каргомен заказ берген жағдайда не істейміз? Кез келген каргоның телеграм каналы бар. Телеграм каналын ашасыздар. Мен, мысалы, мына каргоның примерінде көрсетемін сіздерге. Міне, мысалы, мына каргода бізде сайт отслежка жоқ, бірақ товарыңыздың қайда келгенін сіз көріп отыра аласыз. Сайт отслежка жоқ, яғни мен мүлдем ол товарды жоғалтып алдым деген сөз емес. Дәл осылай өздерінің телеграм группаларына файл ретінде салып отырады. Мысалы, міне мына көріп тұрғандарыңызда менде осыған дейін файл аштым мен. Мынау Алматы қаласына 8-11 айдың 8 күні түскен товарлар. Бұны қалай көреміз? Сіз заказ беретін кезде карго арқылы заказ беретін болсаңыз, міндетті түрде ID кодыңыз болады. Сол ID код арқылы жаңағыдай мен көрсеткенде трек кодты алып, товардың келіп келмегенін қарасаңыз болады. Мысалы, жай ғана менің ID кодым, былай қарап көрейік, 0279 делге. Міне мынау 0279. Менде аламда жаңағыдай сайт Pinduoduo сайтынан мен трек кодты қараймын да, менде қандай товар келгенін көреміз. Енді менің өзім опытымда сайт отслежкасы бар каргомен жұмыс жасаған ыңғайлырақ себебі жаңағыдай трек кодты енгізіп қоясыздар. Міне трек кодты енгізіп қоясыздар, қай товарыңыз келіп, қай товарыңыз келмегенін осылай көріп отырсаңыздар болады. Және де товар келген жағдайда товар принятте басасыздар. Ол сізде мында архивқа кетеді. Мысалы, AG каргода мына товарды мысалы мен алдым. Бұл товар менде архивта жатыр. Сайт отслежка бір AG каргода ғана бар емес, көп каргода сайт отслежка бар. Бір каргомен ғана жұмыс жасамайсыз, мысалы. Бір ғана каргомен жұмыс жасамайсыз ғой, мысалы, жаңағыдай, менде де каргоның түрі көп. Тестировать етіп көріңіздер, алып көріңіздер, заказ беріп көріңіздер. Қорықсаңыздар, весі аз болатын, және мен ұтылмаймын, осы Қытайдан заказ берсем ұтылмаймын деген товар заказ беріп көріңіздер. Міне, мысалы, және мен AG каргоның сайт отслежкасын көрсетемін. Мынау, мысалы, АК97 жаңағы каргосының сайт отслежкасы. Енді товардың весін қалай білесіздер? AG каргосында мысалы келген кезде осылай жаңағыдай общий группаға салып отырады. Ал АК каргосында қателеспесем өзіңіздің жекеңізге жіберетін болады. Мен бұл кісілермен жұмыс жасап көргем. Мысалы, міне бұл кісі осылай жекеңізге жазып отырады, қанша зат бар екенін, және весі қанша болған. Каргоның түрі көп, тестировать етіп көріңіздер, заказ беріп көріңіздер. Тағы да Pinduoduoға байланысты сұрақтарымыз болса, комментарийға қоя кетіңіздер. Келесі бөлім менде енді осы заказ берген товарларыма распаковка болады.